Сәлем. Видео түсірілімде жарық шамдар қандай маңызды болса, сол сияқты дыбыс та өте маңызды. Қазір көріп тұрғандарыңыздай, дыбыс мына тұрған рекордтық жазылып жатыр. Ал егер де біз дыбысты камераны өзінен алатын болсақ, сіз айырмашылықты бірден байқайсыз. Себебі камераның дыбысы білмеймін, құлаққа да өзі бір жағымсыз естіледі. Егер де сіз өзіңізді видеоға түсіргіңіз келсе, және де осындай сөйлеп тұрған видеоларды түсіргіңіз келсе, онда сізге дыбысқа үлкен мән беру керек. Әрине барлығы қолдағы қаражатқа кеп тіреледі. Мысалы, осындай рекордерлар 70-80 мың маңайында тұрады. Ал егер петличка алатын болсаңыз, олардың да түрлері сан алуан, әрине барлығы сапасына кеп тіреледі. Бірақ та біз онсыз да олардың орнына өзіміздің қолымыздағы ұялы телефонымызды қолдансақ болады. Мысал ретінде, егер сіз осындай сөйлеп тұрған видеоны түсіргіңіз келсе, бір адамға камераны сатып қойып түсіресіз, ал өзіңіз қолыңызға үстіп айфоныңызды алып, диктофонын қосып, дыбыс жаза бастайсыз. Мысалы, қазір дыбыс осы айфоннан алынып жатыр. Телефон жақыныстап сөйлесеңіз болғаны, дыбысты тап-тамаша жазады. Және осы күйі сіздер, мен мысалына рекордерді қойып қойғанда, үстіп телефонды алып, қолдарыңызға алып видео жаза берсеңіздер болады. Сіздермен болған Данияр, тіркеліп, лүпіл басып кетіңіздер. Қазақша контентқа қолдау көрсетеміз.